Армысыздар. Бүгін арқа массажын практикасын көрсететін боламыз сіздерге. Мен Сексенбай Нұрәлем. Енді ең алғашқы не қараймыз? Дененің бүтіндігін қараймыз. Ашық жарақаттардың жоқтығына көз жеткізіп аламыз. Одан кейін барып дененің жаңа бүкіреюі, сколиоздардың болмауы секілді. Сосын иықтар кейде болады, бір иық жоғары, бір иық төмен. Ол спазмға байланысты, бұлшықеттің тырысуына байланысты. И бір иықтың төмен, жоғары тұруы, былай осылай тұруы да мүмкін. Енді оның бәрін көзбен бірінші көріп аламыз. Не үшін оны көрдік? Егер де ол кісіде спазм мына жерде иықтың астында болатын болса, осы бұлшықетті босатуымыз керек. Сол себепті лечебный массажда көбірек осы жермен жұмыс жасай бастаймыз. Егер де бүкіреу болса, кейбір кісілерде бүкірейген кезде осы жердегі спазм арқаның бұлшықеті тырысып тұрады. Осыны босату үшін массаж жасаймыз. Осы жерге көбірек массаж жасауға тырысамыз. Енді арқа массажында ұзын мышца бар. Бұл арқаның ұзын мышцасы, корсетный мышца дейміз. Одан кейін арқаның жалпақ бұлшықеті, бұл осы жерде орналасқан. Одан кейін трапеция бұлшықеті, бұл үшбұрышты орналасқан. Бастың мойынның осы жерінен басталып, одан кейін арқаның жауырынның астынан бітеді. Осы бұлшықет көбінесе хондроз кезінде, остеохондроз дейміз, сол кезде де бұл тырысады. Шаншуға далып қатты деп атамыз, междүрегін невралгия деп қойылып атады. Сол кезде де осы бұлшықетке көп уқалаймыз. Міне ол мышцаның тұрған жері мына жер. Одан кейін жауырын астында ромб тәрізді мышца бар, міне осы жерде. Бұл жерде көп уқалаймыз. Және белдің бұлшықеттері, бұл жамбастың седалищный нерв дейміз, грушевидный мышца бар. Сосын позвоночниктердің әрқайсысында омыртқаның жан-жағында зубчатый дейді, тіске ұқсаған бұлшықеттер бар. Белдің бұлшықеті ол квадратный мышца, арқаның жалпақ бұлшықетінің астында орналасады. Көбінесе бел ауырған кезде именно сол жерге массаж жасаймыз. Енді массаж жасамас, массаждың ең алғашқы техникасы, бірінші толық денеге май жағып аламыз, тегіс қылып, қазір сіздерге көрсетейін. Жақсылап тегіс қылып май жағып аламыз. Осы кезде май жағу арқылы сіздегі денедегі спазмдар, бұлшықеттер тырысуларын байқауыңызға болады. Міне, былай уқалап келе жатқан кезде қай жерде бұлшықет тырысып тұр, соны сезе аласыздар. Осы сезу арқылы сіздер уже қай жерге қаншалықты массаж жасау керек екенін түсінесіздер. Егер де ол кісінің белі жақсы болатын болса, жауырын жақ қатты тырысқан болса, жауырын жаққа көп уақыт бөлулеріңізге болады. Негізгі мақсат бұлшықетті босатуымыз керек. Қай жерде тырысқан бұлшықет бар, соны босатамыз. Жақсылап май жағып алып. Енді қазір мен бұл кісінің арқасын сипалап тұрған кезде, бұл кісі белде ондай қатты проблема жоқ. Основной жауырын жақта тырысулар бар. Міне. Трапеция деп жатыр ғой, трапеция жақта мышцалар тырысқан бұлшықеттер бар. Жақсылап сипалап аламыз. Енді әр кісіге әртүрлі, оңақай кісі болады, солақай кісі болады, қалай ыңғайлы, сол тұрып алып уқалайсыздар. Міне, осылай тұрып уқаласаңыздар болады, төбе жақтан тұрып уқаласаңыздар болады. Давлениесі бар кісілерде массаж тек қана төмен қарай жүріп отырады техника. Міне, қараңыздар, осылай жүріп отырады. Өткен давление, былай көтеріп массаж жасайтын болсақ, қан қысымының бәрі басқа барады, давление көтерілуі мүмкін. Сол үшін техниканың бәрі төмен қарай. Сосын массажда көп қателіктің бірі, қол денеде тұрған кезде денеден ажырамайды. Міне. Көрдіңіздер ме? Қанда міне алдымда денені ысқылау арқылы былай төменге қарай қанды итереміз. Қайтадан жай қайтамыз. Қайтадан осылай төмен қарай итереміз. Бұл әзірше сипалау техникасы. Дәл осылай қолмен де істесеңіздер болады. Егер де алақандарыңыз шаршаса, шынтақпен осылай итерсек те болады. Омыртқаның үстін баспаймыз. Омыртқаның үстін уқалауға болмайды. Тек қана омыртқаның жан-жағымен жүреміз. Міне, қараңыз. Омыртқаның екі жанымен жүріп отырық. Қолымызды алып былай жүрсек те болады. Міне, бұл да уқалаудың техникасы, сипалаудың техникасына жатады. Денені жақсылап қыздырып аламыз, осылай сипалау арқылы. Сипалап, одан кейін ысқылауға көшеді екінші техника. Ысқылау ол уже тез-тез қимылдай бастаймыз. Міне. Ысқылаудың бірнеше тәсілдері бар. Бір тәсілі осы. Екінші тәсіл тоже солай, бірақ қолыңыз жалпақ алақанмен. Сипалаудың техникасы уже тез-тез қимылдайсыздар. Денені осылай жақсылап қыздырып алып.
Не үшін денені қыздырамыз? Өйткені сіз ауырған жерге бірден массаж жасайтын болсаңыз, ол жер сізді ыстатпайды, ауырсынады, ол кісі массаж жасатпай қояды. Бірінші денені қыздырып, қан айналымын жақсартып алғаннан кейін барып, дене қызып тұрған жер, ол жер босай бастайды, өзі сізге массаж жасауға ыңғайлы бола бастайды. Қыздырудың келесі техникасы ол жұдырықпен де осылай жұдырығымызды алып, міне осы жермен осылай тез істесек дене қызиды. Қазір мен сіздерге бір жерді ғана қыздырып көрсетейін. Егер де камерамен оны түсіре алсақ, қызған жерді. Көріне ме камерада? Қазір бір бет қыздыру жұмысын жасайық. Сосын массаж жасаған кезде қателіктердің бірі, кейбір кісілер қатты еңкейіп кетеді. Бұл кезде еңкейген кезде сіздерге иыққа қарай нагрузка түседі, өзіңіздің иығыңыз ауырады, қолыңыз ауырады. Негізі массаждың техникасында денені тік ұстаймыз. Қол шынтақ бүгілмейді, денені тік ұстаймыз. Міне қыздырған кезде де денені тік ұстап жүріңіздер. Креслоны өз биіктіктеріңізде қойып алғандарыңыз дұрыс. Креслоны қояр кезде міне қараңыздар. Жұдырық осылай тұру керек. Осы кезде норма бұл. Егер де сізде былай тұратын болса, ол сізге қатты аласа болып кетті. Егер де былай тұратын болса, ол кезде сізге ол биік болып кетті деген сөз. Жұдырығыңызды қоясыз, осылай қоясыз. Бұл сіздің норма көрсеткіңіз. Енді жақсылап арқаны қыздыру жұмысын жүргіздік. Енді уқалау техникасына көшеміз. Уқалаудың да бірнеше тәсілі бар. Мойында да ұмытпаймыз, мойында да жақсылап қыздырамыз. Міне, мойынды осылай қыздырсаңыздар болады. Былай. Мына қыздыру, қайшылау қыздыру дейміз. Былай істесеңіздер болады. Алақанның ішкі жағын, сыртқы жағын қойсаңыздар болады. Бұл қайшылау техникасы. Енді уқалаудың техникасын көрсетейін. Уқалау. Міне, бұл бір линиямен бұлшықеттің, ұзын бұлшықетті уқалау арқылы уқалаймыз. Бұл основной лимфодренажный массаж дейді, қанды төменге қарай қуалап жатырық. Аламыз да бұлшықетті осылай төменге қарай осылай қуалаймыз. Жалпақ қолымызбен алып осылай қуаласақ та болады. Қанның бәрін төменге қарай жіберіп жатырық. Сол кезде арқаға жаңа қан келеді, арқада восстановление болады, өз-өзін емдей бастайды. Қан айналымын жақсартуға негізгі массаждың техникасы. Одан кейінгі уқалаудың техникасы саусақтармен. Міне. Мен қазір сіздерге ұзын бұлшықеттің қалай уқалау техникасын көрсетіп жатырмын. Корсетный мышца дейді, ол мышцаның ұзындығы осылай орналасқан. Одан кейін мына бетте де омыртқаны көрдіңіз, омыртқаны уқалап жатқан жоқ, омыртқаны екі жанын ғана уқалап жатырмын. Енді осы бір саусақпен ғана уқалай беру тоже қателік болып табылады, өйткені саусағыңыз өзіңіздің ауырады. Ол бір техниканы істедіңіз бе, одан кейін келесі техникаға көшіңіз. Келесі техника міне барлық саусақпен, 4 саусақпен үстіндегі қолымыздан үстінен нагрузка береміз, сәл басып, салмақ түсіре бастаймыз. Міне осылай уқалаймыз. Мына жаққа да дәл солай. Келесі техника уқалаудың, ол жұдырықпен уқаласаңыз, жұдырығымыз міне, былай қолыңыз жұмас, міне, осылай. Екі қолмен бірдей уқаласаңыздар да болады. Бастапқы кезде енді қиын болса, бір қолмен істей беріңіз. Кейіннен қолдарыңыз үйренсе, екі қолмен істеуге болады. Одан кейін алақанның жоғарғы бөлігімен уқаласаңыздар болады, міне, осылай. Қазір сіздерге уқалаудың техникаларын көрсетіп жатырмын. Қазір әр зонаға қалай уқалаймыз, соны көрсетемін. Белдікін, жауырындыққа қалай уқалайды, мойынды қалай уқалаймыз, соны бәрін көрсетемін. Екі қолмен былай уқалаймыз, міне. Одан кейін енді қол шаршаған кезде шынтақпен уқаласақ та болады. Міне, шынтақпен. Қазір мен көп салмақты шынтақ бөлігіме қарай жіберіп жатырмын. Міне, жауырынды басып жатқан жоқпын. Видеодан жауырын басып жатқан сияқты болып көрінетін шығар, бірақ жауырын басып жатқан жоқ бұл жерде. Міне.
оң жақ жауырынға сол жақ жауырынын екі бөлікке бөліп уқалаймыз омыртқаның ортасын. Омыртқаның өзін баспаймыз. Жауырын деп атамаймын, жаңа бір жауырын емес, омыртқа. Қателесіп кеттім. Міне осылай уқаласаңыздар болады. Және де жамбас бөлікте де уқаласаңыздар болады. Burada жаңа айттым, седалищный нерв, грушевидный мышца, олардың бәрі спазм осы жерде қатты тырысқаннан кейін аяққа қарай қан жібермей қояды. Сол себепті арқаны уқалаған кезде де осы жамбас бұлшықетін уқалап кетсеңіздер болады. Қолымызды осылай айналдыра уқалаймыз. Сағат тілімен ғой, міне осылай айналып. Қолда осылай. Сосын үстін басып тұрамыз, салмақ салып. Екінші бөлігінде тоже осылай салмақ салып басамыз. Шамал жылжимыз, дағы басамыз. Бірнеше бөлікке бөліп, 1, 2, 3. Тек қана бұлшық еттің үстін. Мына жерде 8 көз бар, 8 көздің үстін баспаймыз. 8 көз мына жерде қалды. Міне бұлшық еттің өзін ғана басып жатырмын. Мына жерде де солай бұлшық еттің. Сүйекті негізі уқалаған ол жақтырмайды көп адам. Егер де сіз мына жерге массаж жасап тұратын болсаңыз, ол кезде адам уже реакция бере бастайды, тартып қалады, қолын жиырылып қалады. Сол себепті сүйекті уқаламаймыз. Тек қана бұлшық етті уқалаймыз. Жамбас бұлшық етін босатып болғаннан кейін, енді бел ауырсатын кісілердің белін уқалау кезде, міне белді жақсылап қыздырып болғаннан кейін, былай бұлшық етті, жаңа айттық қой сіздерге, екі прямой мышца бар, параллельный. Сол екі мышцаны былай арай итеру арқылы босатамыз. Өйткені ол адам организмін защит еткісі келеді, тырысып қалады ауырсыну болған кезінде. Бұлшық ет өйстіп тырысып қалады. Енді бұлшық етті ары қарай итере бастаймыз. Міне омыртқаның бойы, омыртқаның өзін басқан жоқпын, омыртқа мына жақта қалды. Бұлшық еттің өзін ары қарай итере бастаймыз. Қолмен итерсеңіздер, осылай саусақпен итерсеңіздер де болады. Кейбір кісілер болады, шынтақпен итеріп жатады енді. Ол қатты уқалауға да болмайды, өйткені бүйректің тұсы. Сол себепті аккуратно уқалау керек бұл жерде. Осылай уқаласаңыздар болады. Каждый осылай айналдыра уқаласаңыздар болады. Және 8 көзге жақын бөлігін осы жерде уқаласаңыздар болады. Сүйектің өзін емес, міне бұлшық етті уқалайсыздар тек қана. Одан кейін жауырын жақ. Жауырын жақта болатын көп проблема жаңа шанжуға далып қалдық дейді, междуреберный невралгия дейміз. Және бүкірлік сколиоз кезінде жаңа бұлшық еттер қисаюына байланысты бір бетте ғана спазм болады, екінші бетінде бұлшық ет бос болады. Бір беті ғана тырысып қалады. Сол себепті тырысқан бұлшық етті босатсақ, ол қалыпқа келеді сколиоз. Және қосымша жаттығуда істеу керек енді. Тек массажбен ол жазылмайды көп аурулар. Енді бұл жерде де тоже омыртқаның бер жағынан ұстаймыз, омыртқадан ары қарай итере бастаймыз бұлшық етті. Бірінші техника. Екінші техника уқалау. Осылай уқалай бастаймыз. Одан кейін былай уқаласаңыздар болады. Және де кожаны осылай тарту арқылы істесеңіздер болады. Кожаны көтерген кезде қан айналым астында жақсы жүре бастайды. Осылай. Жаңа қолдың алақанның төменгі бөлігімен де осылай уқаласаңыздар болады. Және междуреберный қабырға аралығымен уқаласаңыздар болады. Саусақтарым қабырғаның арасына түсіп тұр. Қабырға тұр, мына жерде қабырға тұр. Саусақтың қабырға арасына салып осылай уқаласақ та болады. Одан кейінгі лопатка жабысып қалды дейміз, жауырын жабысып қалды дейміз. Кейбір кісілерде жоғарғы частина мына жерлерде хондроз дейміз, тұз жиналу дейміз. Осы жерлердің бәрін қалай уқалаймыз? Міне жауырынды айналдыра уқалаймыз бірінші. Жауырынды айналдыра уқалаймыз. Және де қолды осылай қою арқылы жауырынды ашып аламыз. Міне жауырын ашылады. Осылай жауырынды ашып қолымызды кіргіземіз. Кейбір кісілерде қол кірмей жатады. Қолыңыз қатты кірмесе де оның верхний уқалай беріңіз. Бірінші күндері может қолыңызды былай кіргізіп уқаламасаңыз да, екінші күн, үшінші күндері уже жауырын ашылған кезде қолыңыз кіре бастайды. Енді кейбір кісілерде салмаққа да байланысты ашылмайды, енді жауырынның ашылмай қалуы. Одан кейін хондроз көп кісіде жоғарғы частина міне жауырынның осы жерінде болады. Жоғарғы частина болады көбінесе. Осы жерде міне омыртқадан төмен қарай сырғытып уқалаймыз. Және де былай уқаласаңыздар болады. Міне былай уқаласаңыздар да болады. Қолымды астынан итеріп тұрамыз, екінші қолмен үстінен сипалап өтеміз. Міне
былай сипаласаңыздар да болады, мені былай сипаласаңыздар болады. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай сипалай бастайсыздар. Астынан просто шамалы демеп қою керек. Өйткені сіз былай басқан кезде уже бұлшықет ары қарай кіріп кете береді. Сол себепті қолыңызбен жоғары жағын ұстап тұруыңыз керек осылай. Одан кейін міне былай шымшу арқылы уқаласаңыздар да болады. Міне мойын бөлікте де дәл солай. Мойында міне қара құс дейміз. Осы бөлікті жақсылап уқалауларыңыз керек. Өйткені бас ауыру, давление кезінде осы жердегі спазмдар тырысып қалудың кесірінен қан жөнді басқа бармағандықтан бас ауыру болып жатады. Міне осылай жақсылап уқалаймыз. Хондрозда көбінесе бас ауыру болады. Сосын әлсіздік, ұйықтай беру деген сияқты сондай симптомдары болады. Одан кейін осыны жақсылап ұстап аламыз да жоғарыға тартамыз. Тағы да міне бірнеше рет қайталаймыз. Одан кейін қолды төмен қарай тартып тұрып, бір қолмен, екінші қолмен жоғары жақтан басамыз осылай. Просто сипалаудың техникасы сәл-сәл нагрузка беріп, үстінен басып тұрып, осылай сипалаймыз. Бұл техника арқылы сіз бұлшықетті төмен қарай созып жатсыз. Өйткені бұл бұлшықет жиырылып қалады, иықтар көтеріліп кетеді көп кісінің. Спазм осылай тұр, ұстап тұр, иығын көтеріп. А сіздің миссияңыз төмен қарай созу, бұлшықетті босату. Осылай жақсылап уқалайсыздар. Арқа массажы 20-25 минут негіз жасалады. Одан ұзақ жасасаңыздар тоже болмайды. Өткен қан айналымды қатты көтерген сайын давление көтерілуі мүмкін, кісіде ауырсыну наоборот одан сайын күшейіп кетуі мүмкін. Сол үшін ең көп дегенде 20-25 минут жасайсыздар. Нормасы сол 20 минут қой. Одан аз жасап жатсаңыздар, енді онда эффекті болмай қалады. Сол себепті бекітілген уақыт бойынша жұмыс жасауға тырысыңыздар. Міне осылай мойынды уқалайтын кезде өзіңіз төбе жағында отырып осылай уқаласаңыздар болады. Мойынды айналдыра осылай уқалап жатырмын. Және де жаңа қара құс дейміз ғой, бастың шаш өсер жер деп айтады. Осы жерлерді жақсылап уқалайсыздар. Омыртқаның үстіне уқаламаймыз, екі жаныңа да. Мына жерде қатты төмен кетпейсіздер. Міне осы линияны алып отырсыздар. Өйткені қатты төмен кетсеңіздер, мына жерде тамырлар орналасқан, артериальный үлкен тамырлар, қан тамырлар орналасқан. Сол себепті жоғарғы жағынан бұлшықетті уқалайсыздар. Міне бүйтіп қарасаңыздар, міне 2 саусақ, 3 саусақтың көлеміндей жер ғана уқалайсыздар. Міне 2 саусақ уқаланып жатқан жоқ, қозғалып жатқан жоқ, жұмыс істеп тұрған жоқ. Осы үшеуімен ғана. Міне алақанның төменгі бөлігімен тоже былай уқалайсыздар. Міне бастың бір бөлігін ұстап тұрасыздар да, иықты төмен қарай баса бастайсыздар. Бұл кезде бұлшықет созылып жатыр. Көп кісіде ашуланған кезде, шаршаған кезде иық бізде бүйтіп көтеріліп кетеді. Сол себепті хондроз болады, тырысу болады, бас ауыру болады. Осы бұлшықетті біз созуымыз керек, төмен қарай түсіруіміз керек, босатуымыз керек. Сол кезде дене бос тұрса, ол кезде бас ауыру да болмайды, мына жердегі спазм да болмайды. Міне басты ұстаймыз, созамыз. Мына жақта да дәл солай созамыз. Саусақпен міне мышцаны ұстап алдық, қуалап осылай уқаласақ та болады. Міне басынан бастап осылай до конца қуаласақ та болады. Бірнеше рет қайталайсыздар, міне осылай уқалайсыздар. Жерлерді босатуларыңыз керек. Одан кейін енді массаж жасап болғаннан кейін дене тырысады. Жаңағыда уқалаған кезде защитный реакция дейді, тырысып қалады, кейбір жер босаңсиды. Енді денені сіз уқалап, мыжғылап болғаннан кейін денені шаршаған басу үшін соққылау және діріл техникаларын пайдаланасыз. Бұл кезде міне діріл техникасы болса, соққылау техникасы. Алда уақытта сіздерге көрсететін боламыз, дренажный массаж бар. Ода да осылай соққылаудың бірнеше техникалары бар. Міне осылай соққылап, денені босатамыз. Соққылау техникасы бүйрекке дейін міне қабырға біткен жерінен тоқтайды. Одан төмен қарай ұрғылау болмайды. Өйткені бүйрек бар жерде қатты ұрғылауға болмайды. Міне осылай. Осы жерге дейін ғана осылай ұрғылау техникасы жүреді. Ұрғылаудың да бірнеше техникасы бар. Алдағы сабақтарда түсіндіретін боламыз. Осымен арқа массажы бізде аяқталды.